Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Қазақтың тарихында жаугершілік замандарда еліне қорған, халқына пана батырлар аз болмаған. Ерен ерліктің, айтулы қаһармандықтың үлгісін көрсеткен жау жүрек батырларын елі де ардақ тұтып бағалай білген. Қаракерей Қабанбай батыр қазақ халқының жоңғарларға қарсы азаттық күресінің негізгі басшыларының бірі ретінде төл тарихымыздың асқақ тұлғаларының бірі. Осы тұлғалардың өмірі мен қазақ халқының қамы үшін жанқияр ерлік істері бүгінгі ұрпақ біздер үшін қайталанбас тәлімдік тәрбие, халқымыздың бай мұрасы. Қабанбай батыр қазақ жоңғар соғысындағы басты қаһарманның бірі. Қабанбайдың жорық жолы 16 жасынан басталды. Жау ордасына жасырын барып, жоңғарлар өлтірген әкесі Қожағұл мен ағасы Есенбайдың кегін алады. Ол Ақтаман шұбырынды, Алқакөл Сұлама секілді нәубетті көрді. Елімайлап салған елдің зарын естіді. Аягөз, Бұланты, Аңырақай, Алакөл секілді ірі шайқастарға қатысты. Осынау ұрыстарда көзге түсіп, қазақтың бас сардары атанды. Батыр өмірінде ірілі ұсақты 103 шайқасқа қатысып, кей деректерде 54 жекпе-жекте жеңілмеген. Оның ерлігі жыраулардың жырында, жұрттың жадында сақталды. Қабанбай туралы жыр дастандардың 15-ке тарта нұсқасы бар. Қабанбайдың жан-жары Гауһар сұлу мен жан серігі Қубас ат туралда аңыз әңгімелер баршылық. Гауһар бәсентиін Малайсары батырдың туған қарындасы. Өзі де ер мінезді болған, талай жорыққа шығып ел қорғаған. Қабанбай батырға арналған көркем шығарма, ғылыми танымдық еңбектер баршылық. Сонымен бірге 15 жерде ескерткіші соғылды. Оның бірі Қытайда, екіншісі бауырлас Түркияда тұр. Бірақ өмірі, жайлаған өңірі туралы зерттеушілер бір тоқтамға келген жоқ. Адам баласы шексіз зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің иесі. Туған жер әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті мекені. Талай жанын өмірі бақи тұратын өлкесі. Оны қайда жүрсе де, жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін жан баласы болмайды. Туған жерге, оны мәдениеті мен салт дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұлан ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын бізді қорғады. Сан тараптан сұқтанған жат жұртқа атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына мирас етті.